Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін балық басынан өте дәмді болып шығатын сорпа дайындаймыз. Адам ағзасына өте пайдалы, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге балықтың бастарын тазалап жуып алу қажет. Соңынан салқын суымызға бастарымызды салып аламыз. Ең алдымен қатты отта бір қайнатып, ет секілді көпірігін алып алу қажет. Содан кейін орташа отта қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін қуыратын заттарымызды дайындап аламыз. Пиязымызды, картопымызды, сәбізімізді, қызанақты және де укропымызды майдалап турап алдық. Енді қызып тұрған майымызға ең алдымен чесногымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде қызарып қуырыңыздар. Егер де чеснок болмаса, орнына приправа пайдалансаңыздар болады. Үстінен пиязымызды салып, пиязымызды да қызарғанша қуырамыз. Бұл тағамды міндетті түрде жасап тұрыңыздар. Балдарыңыздың көздеріне, тіпті өздеріңіздің де көздеріңізге өте пайдалы. Кемі айында 2-3 рет жасап тұруға кеңес беремін. Енді сәбізімізді қуырып болғаннан кейін оның үстінен помидорымызды жақсылап қуырамыз. Суы шыққанша жақсылап қуырып аламыз. Неге? Помидорымызды қуырып болғаннан кейін оның үстінен картопымызды салып, картопымызды да қызартып қуыртып аламыз. Осы уақыт аралығында бір қасық томатымызға қайнаған су құйып, кесемізге араластырып аламыз. Содан соң осы табамыздың үстінен құйып, бір қайнатып алу қажет. Мінекей қайнады, қайнап болғаннан кейін сорпамызға құйып, екеуін жақсылап араластырамыз. 1-1,5 сағат көлемінде қайнау қажет. Қанша көп қайнаса, сонша дәмді болады. Сол себепті көптеп қайната беріңіздер. Енді үстінен түрлі дәмдеуіштерімізді қосамыз. Мінекей менің сорпам дайын болып қалды. Бұл тағамды біз ең алдымен қоюларын барлығын сүзіп алу қажет. Сүзіп бөлек ыдысымызға салып аламыз. Сорпамызды кесемізге құю арқылы ұсынамыз. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер.